Ассалаумағалейкум. Бізде BMW капля 2000 жылғы. Так, замыкание болған, өртенген, еш шыққан. 2005 528 ай дейді. Объем 2.5 механика. Так, бізде мына жақтан шыққан G7 L7 блок комфорты өртенген, короче. Ол не үшін өртенген? Ол мына лавой ауысқан. Сосын лавой ауысқан кезде жөндеп клейлер құйылмаған, жөндеп жалмаған, короче, лавой. Сөйткенде мына жақтан кірген потолок, мына жақтағы солардың бәрі мына бұрыштан ағып кірген ғой. Блок мына жақта тұрады. Подочоктың астында мына суын қараңдар. Қандай су ағып жатыр. Лауа жөндеп жаппағанда су кірген. Мынаның іші су болып жатыр. Су. Кәдімгідей су ағып жатыр. Бұны суын сырғып алып, мынаны фенмен кептіру керек. Ішін жақсылап, мыналарын бәрін бір-бір тазалап, штекерлерін. Сөйтіп, мына жақты кептіріп алу керек, а то кептірмесең қайтадан блокқа су кіреді. Сосын хозяйына айтамыз, сразу лавой ауыстырмаса, қайтып жамыр жауатын болса, бұған су кіреді, қайтып блок күйдіреді. Блок күйдіргеннен кейін басқа блоктарға да зиян тиеді. Ошын компьютері бар, басқасы бар, блок комфорта күйіп кеткен ғой. Қалған жерім бәрі аман.